Екі ағайынды ертегісі. Ертеде екі ағайынды өмір сүріпті. Үлкені бай, екіншісі кедей екен. Бір күні кедей ағасы орманда отын шауып жүріп, кішкентай шалға кезігеді. Шал оған бір қапшық ұн беріп, бұл ұн сиқырлы, тек жақсылық жасағанда ғана көбейеді дейді. Кедей үйіне барып, ұннан нан пісіріп, көршілерге таратады. Келесі күні ұн көбейіп, қапшық көбейе түседі. Осылайша ол көпшілікке көмектесіп байып кетеді. Мұны естіген бай ағасы сиқырлы қапшықты кедей інісінен тартып алып, өзіне қалдырады. Ал бай ағасы ешкімге көмектеспей, барлығын өзі үшін ұстайды. Қапшықтағы ұн көбейгеннің орнына күннен күнге азайып, ақырында мүлдем жоқ болып кетеді.